Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ешқандай духовкада пісіріп отыруды қажет етпейтін, желатин қосылмайтын, жай ғана морозильникте қатырып алып дайын болатын чизкейктің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен обычный печеньелерімізді осылай блендерден майдалап ұсақтап өткізіп аламыз, және де оның үстіне какао қосып жақсылап араластырамыз, немесе бірден шоколадты печеньені блендерден өткізіп алсаңыздар болады. Оның үстінен ерітілген сары майымызды қосып, жақсылап араластырып, осындай шоколадты біркелкі масса болғанша араластырамыз. Формамызды осылайша алдын ала фольгамен орап дайындап аламыз, және де осылай печеньелерімізді астына салып, лопатаның көмегімен біркелкі болғанша осылай үстінен жақсылап басып шығамыз. Форманың диаметрі менде 18 см. Және де морозильникке 1 сағатқа жібереміз. Келесі кезекте салқын сливкиміздің өзін жақсылап қоюланғанша миксерлеп шығамыз. Міне біздің сливкиміз осылайша кішкене қоюлануы керек. Енді бөлек табамызға творожный сыр мен сахарный пудраны екеуін жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып миксерлейміз. Және де 200 грамм шоколадымызды микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп, осы массамыздың үстінен салып, жақсылап миксерлейміз. Мен Қазақстан шоколадын пайдаландым, немесе кәдімгі глазурь сияқты шоколадтарды пайдалансаңыздар да болады. Енді қоюлатылған сливкиміздің үстінен шоколадты массамызды қосып, видеода көрсетілгендей астынан үстіне қарай осылайша араластырамыз. Кішкене басында қиын болуы мүмкін, себебі жаңа шоколадты массамыз кішкене қоюлау, бірақ та кейіннен воздушный масса болып шығу керек. Формамызды морозильниктен шығарып, оның үстіне массаны салып, осылай бетін жақсылап тіке қойып, кейін қайтадан морозильникке 4 сағатқа жібереміз. Келесі кезекте 100 грамм шоколадымызға 80 грамм сливкиді қосып, екеуін микроволновкада жақсылап ерітіп, морозильниктегі чизкейкімізді алып, бетіне осылайша құйып, жақсылап тегістеп шығамыз да қайтадан морозильникке 1 сағатқа жібереміз. Чизкейкіміз басында қатты болып тұруы мүмкін, бөлме температурасына жарты сағатқа қалдырыңыздар, сонда жұмсақ болып әдемі болады. Кесуге де, жеуге де оңай болады. Кейіннен холодильникке қойып, ешқандай еріп кетпейді. Осылайша шетінен алып жіберсеңіздер, дәмі өте әдемі, мороженыйға ұқсайды, күшті болып шығады. Міндетті түрде отбасыларыңызға дәл осы рецептпен жасап беріңіздер. Кафедегі чизкейктерден ешқандай айырмашылығы жоқ. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.